Сағат 9:30 болды, біз әлі жүріп оталдырумен. Так. Сәрерке келіп тұрма? Болды онда. Жап, оталдыр мен газ, быстрый старт берем. Сәрерке әлі парафин сеткен жоқ. Нормальный сәрерке, по-моему. Өйткені қалған балаларда қатқан жоқ сәреркелер. Олар нормально оталды. Так, воздушный фильтр чешіп салдық. Прямой коллектор, воздушный коллекторға. Мынандай быстрый старт, мануал. Сәмен газ оталдырамыз. Сен давай, кола. Давай. Давай. Давай, давай, давай. Давай. Быстрый старт алмайды ғой. Болды, аккумулятор отырайын. Қыздырғанмен. В общем, объектте жаңа экскаваторымыз оталмады. Қазір мындай быстрый старттар алды. Мыналар керри деген, мынау хайкер деген, в общем, қымбат. Бұлар жақсы негіз. А вот, который бар, быстрый старт. Жаңа мануал деген. Мануал нашар екен. Тағы біреусі бар. Нашарлар. Білмеймін енді, мына хайгерді мақтады, көреміз. Быстрый старт қазір төші аламыз. Бұл негізі вообще керек болды, егер бұндай қазір бұндай аяз болатынын білмедік қой. Қазір осындай аяздар болса, бізге жұмыс істеу керек. Соны жүргізу үшін енді ақшаны да аямадық. Алатынын алып отырық нәрсен. Сол қазір бензин аламыз паяльникке. Сонымен бар бірдеңке қыламыз енді. Сағат 10-нан 51 минут кетті. Қазір үйге барып, төшшан алып кеп, аккумуляторлар зарядтап, дальше қыздырып, қайттан жаңағы эфирге алып, қазір дубль 2 жасаймыз. Енді болады енді. Мұндайлар қыста болады, тем более мынандай температурада, бұндай аязда. Бұндай болады, бірақ ала берсе қазір оталдырамыз, сонымен жарты күніміз оталдырумен кетті. Ура! Әйтеуір, әреңдеген оталдырдық қазір. Радиаторды жауып қойдым картонмен. Жауып жатып бірдеңке оталдырдық, енді қыссын. Қазір бір сәт жұмыс істейміз, бақтаймыз. Самосалда тұтып тұр. Сол. Жақсы, бұл заводканың темасы, енді жұмыстың темасын отдельно келесі видеомда түсірім. Келесі видеоны көріңіздер, қалай жұмыс бастағанбыз. Так, котлован басталды. Қыста, әлі котлован басталған жоқ. Мұнда площадка. Площадкадан мусор, куча, вот. Андай жерде вот кучалар, вот. Сондай кучаларды бүгін тазалап аламыз. Тазалап алып, сосын жаңа кучаларды алып болғаннан кейін мына жерді геодезист келіп, бұл жерді тегістеп атып, өлчеп кубатурасын, объемын өлчеп, қанша объем екен. Содан кейін барып, есептеп алып, геодезист түсіріп, өйткені бұны котлованды объемға келісіп тұрық, объемға келісіп тұрғаннан кейін геодезистке бату керек. А вот геодезист ол жүрмейді ғой, каждый кучаларды нет. Сондықтан біз кучаларды отдельно. Так, балалар теп бастады, Жанат не терезесін сыртып атыр. Так, жаңа ғана әрең оталдырдық экскаваторды. Мына алдыңғы видеодан көрсеңіздер болады, оталдырған мучение болып таңертеңнен бері. Енді теп бастады жұмыста. Мындай көчелерді аламыз қазір. Алып алғаннан кейін геодезисті шақырып, тегістеп, геодезисті шақырып, сосын келіп қалазамыз объемға. Пока сол. Енді алдында экскаватордың радиаторын профилактика жасап тазаладық. Сол кезде жаңағы балалар
сапунный крышкада пластикті мыжық сындырып қойыпты. Сен сон барып алып келейін магазинге келді. Ал магазинге барып келейік. Жаңа магазин бүгін істемейді, бүгін жаңағы сатушыны мен өзім шақырттырып алдым. Сағат түскі 12 болды. Әлі 15 градус болып тұр, әлі күн суық. Күн әлі жіберген жоқ. Қазір магазинге жақында қалдым, жаңа бәлені алып, қайттан балаларға барамыз енді. Міне мынандай клапанный крышканың үстінде тұрады, бүйтіп, ішінде сетка. Майды фильтровать етіп тұрады, сапун фильтр сетка. Бұның ауруы бұл негізі сынбайды негізі. Үшін бұлай сіздерге түсіндірейін. Егер сіздердің экскаваторщиктарыңыз болса, ол опытный ма, не опытный ма, жаңағы радиаторды чешіп тазалау керек болады. Сол кезде опыты жоқ экскаваторщиктар мынаны білмейді. Мыжып сындырып тастайды. Вот, экскаваторщик опытный ма, не опытный ма, вот содан білсе болады. Или аккуратный, не аккуратный. Үшін мынаны экскаваторщиктар сындырып тастайды мыжып. Радиатор, әсіресе радиатор шығарып тазалағанда. Так, қой объектке келдік. Біз мынаны алайық. Жанотқа апарып берейік, салсын. Сосын қалғылы екен. Так, КамАЗдарды теп жіберген екен. Так. Жанат! Ben al. Что екінші сындырмандағым. Это температура что там не отыр? Қанша шкала? 4-еу. Пешке жылды ма? Жылып атыр енді. Картон тұр, я? Все, если күн жылып кетсе, анан қыздырып алып жүрме. Все. Қашан тез жердің соңғы КамАЗдар? Соңғы КамАЗ қашан? Жаңа? Қазір ғана ма? Все, понял. Қазір басы қаншада келеді екен şu an? Жанат! Ар жағынан үстінен шығып ал да, үстінен тесеші ар жақтан. Үстінен шығып алып, үстінен те жаннан неудобно. Бізден ондай тақ проблема туындады атвалды. Бұл жерде машина қойып қойған екен. Мына жақтары соғылған екен. Үшін бомбленный машина. Салы жер жоқ. Бірақ мына заезд жаққа қойып қойыпты. Бұл жерде кішкене дөң бар да, тоң. Содан акасы КамАЗдар шыққан кезде бүйтіп арт жақ тайып кетіп кедергі жасап отыр екен де, енді хозяин іздеп біз табу керек екен, алдыру керек мына машинаны. В общем, біз бір решение таптық. Қазір экскаватормен алып көреміз мына бір жерімізді. Алса егер алса, қазір көреміз. Қазір білмеймін, экскаватормен алып жатыр. Қазір ала ма, алмай ма? Alınады екен, алынды өш. Алады екен бұл. Ох, блин, мына жақта үлкен бетон салыла ма? Ё-моё, алмай-ақ қойған дұрыс қой, гидромолтпен сындырып потом, наверное. Так. Bunu түсіріп алса, пәле болады, дәу, чересчур дәу. Ай, по-моему. Не? Что там? Алдымен кесім болғанда, мына жаққа алып келе алмайсың ба, не салуға?
Этот, Жанат, болмаса тастай салып отыр, гидромолтпен сыдырып саламыз, тастай бер. Не надо, да. Салмайды. Потом гидромолтпен сындырып бірақ саламыз. Так, міне кеш болды. Айболдың соляркасы өтіп бар жатыр, қазір Айболға солярка қоямыз. Температура әлі 11, қазір түстен кейін кішкене жылыды дегенмен. Бірақ 11.